10 желтоқсан күні Әйтеке би кенті, Қазалы қаласы және Майлыбас ауылдық округ әкімдерінің сайлау науқаны өтті. Жалпы Әйтеке би кенті бойынша 19 сайлау учаскесі жұмыс жасап, таңғы сағат 7:00-ден бастап тұрғындар дауыс беруді бастаған. Сонымен қатар алғаш болып дауыс берушілерге сыйлықтар үлестірілген. Жалпы дауыс беруге барлығы 33.165 адам тіркелген. Айта кетейік, саяси науқанда дауыс беру кешкі сағат 20:00-ге дейін жалғасын тапты. Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев Әйтеке би кентінің нөмірі 56 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасап дауыс берді. Сонымен қатар аудан басшысы аталмыш сайлауда әрбір азаматтың дауысы маңызды екенін жеткізіп тұрғындарды бірлікке шақырды. Дауыс беру нәтижесінде сайлаушылардың 18.527 дауысын жинап, Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің әкімі болып Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы. Сайлаушылардың 3151 дауысын жинап, Қазалы қаласының әкімі ретінде Орынбасаров Қайрақбай Жақсыбайұлы. Және 706 дауыспен Майлыбас ауылдық округінің әкімі болып Әбілхан Алмат Аманқосұлы сайланды. Жанна Миха, Айбек Нұрлыбек, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы.